Жас қыздың бетінде өте үлкен ісік пайда болып, уақыт өте келе оның түрі қатты өзгеріп кетеді. Жұрт оны динозавр қыз деп атайтын. Ол қалыпты адам сияқты өмір сүргісі келгенімен, сырт келбетінен ұялып, көпшілік алдына шығудан қорқып жүрді. Ақыры өмірін өзгерту үшін ісікті толықтай алып тастатуға бел буады. Алайда бұған дейін барған ауруханаларының ешқайсысы мұндай қауіпті отаны жасауға батылы жетпеді. Сол кезде оның жағдайына дәрігер Ян араласады. Ян үшін мұндай ота оның командасының кәсіби шеберлігі тұрғысынан аса қиын емес, бірақ тәуекелі өте жоғары болатын. Егер бірдеңе дұрыс болмай кетсе, бұл қыздың өмірін түбегейлі бұзып қана қоймай, Янның да мансабына нүкте қоюы мүмкін еді. Соған қарамастан, дәлізде ары-бері уайымдап жүрген қыздың ағасын көргенде, Янның жүрегін аяушылық сезімі биледі. Ер адам қарындасын емдету үшін жиған терген бар ақшасын жұмсағаны көрініп тұрды. Аурухана басшылығы барынша сақтық танытып, ісіктің аз ғана бөлігін алып тастауды ұсынады. Бірақ Ян оның пациенттің шын қалауы емес екенін ішкі түйсігімен сезді. Ол ісікті толықтай алып тастау керек деген талабынан таймайды, және мұны сәтті жасай алатынына сенімді екенін айтты. Өкінішке қарай, ауруханадағы ешкім өз беделін қатерге тігуге дайын емес. Ашуға булыққан аурухана директоры бірден пациенттің қасына барып, ота кезінде ісіктің тек бір бөлігі ғана алынатын хабарлады. Мұны естіген қыздың үміті үзіледі. Өйткені ісіктің бір бөлігін ғана алып тастау оның жағдайын айтарлықтай өзгерте қоймайтын. Қыздың қатты күйзелгенін көрген Ян әлі де күресуді тоқтатпауға шешім қабылдады. Сол түні ол шетелдегі дәрігер досына хабарласып, ісікті толықтай алып тастау жоспарын егжей-тегжейлі талқылап жетілдіреді. Келесі күні ірі медициналық саммит кезінде ол жиналған тәжірибелі мамандарды шеберлікпен пациенттің бөлмесіне алып кіріп, өзі дайындаған ота жоспарын көрсетіп, олардың пікірін сұрады. Осы батыл әрекеті қызға толықтай жазылып кетуге нақты мүмкіндік береді. Алайда бұл қылығы аурухана директорының Янға деген өшпенділігін одан әрі күшейтті. Ота жасалатын күні Ян әдеттегідей сабырлы болады. Өте күрделі операцияға қарамастан, ол отаны мінсіз орындап шықты. Ота толықтай сәтті аяқталады. Алайда Ян директордың рұқсатынсыз әрекет еткені үшін аурухана басшылығы қызметтегі жоғарылауын сылтау етіп, оны жазалады. Оны шаш пен бас терісі орталығын басқаруға жіберіп, осылайша операция жасау мүмкіндігінен бір жол айырады. Әлі де ем қабылдап жатқан қызды уайымдатқысы келмеген Ян онымен қоштаспастан кетіп қалды. Бірақ кетер алдында қыздың төсегінің астына білдіртпей ақша салынған конверт қалдырып кетеді. Дораманың атауы «Во имя красоты».